look at this. Perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris. I know, it's my dream. I have goosebumps everywhere. Барлығыңызға сәлем, сіздермен мен Асылай, Стиль каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен соңғы жылдары үлкен трендке айналған бежевый түс жайлы талқылағым келіп отыр. Бұл стильді қолдайтын адамдардың үйлері, киімдері, ұстаған заттарының барлығы бежевый реңкте. Және де бұл стильді қолдайтын аналар, олардың балалардың ойыншықтарына дейін бежевый реңкте. Бірақ бұл тренд әдемі болып көрінумен ғана шектеледі ме? Оны бірге талқылайық. Ал барлықтарыңыздың естеріңізде болар, барлық қыздар бежевый пальто киіп, барлығы бежевый тренч киген кездері болды. Не только қыздар, ұлдардың да стилі бежевыйға өзгеріп кетті. Оған дәлел осы. Так, короче, қыздар жағы бежевый тренчтарымызды дайындаймыз, жігіттер лоро пиананы дайындаймыз. Осы кезде TikTok желісінде, Instagram желісінде барлық қыздарға сын пікірлер айтылған болатын. Шығармашылық жоқ, даралық жоқ, ерекшелік жоқ. Бірақ бұл болашақта неге әкелетінін ешкім елестете алмады. Бежевый эстетиканың жанкүйерлерінде балалар пайда бола бастады. Және олардың балаларының киімдері, өздерінің киімдері, күйеулерінің киімдері, балаларының ойыншықтары және бөлмесі барлығы дерлік бежевый реңкте. Оған дәлел біздің қазіргі өте атақты блогерлеріміз. Ал ағылшын тіліндегі платформаларда, орыс тіліндегі платформаларда бұл өте сұранысқа ие тақырып болатын. Ағылшын тіліндегі платформаларда бұны sad beige moms деп атайды. People think I'm obsessed with this, but I'm okay with it. I am obsessed with it. And I think this... sad beige moms. Sad сөзінің аудармасын қазақ тілінде көңілсіз дегенді білдіреді. Жарайды, стилімен. Бірақ бұл стильді қолдайтын аналар мені қатты қорқытады. Что плохого в бежевой маме? Очень красиво. Это очень мимимишно. Проблема в том, что это бежевое и белое, и здесь, опять же, ребенок не концентрирует свое внимание, зрение, не развивает цветовосприятие, что очень важно для первого года жизни. А мы помним, что с рождения ребенок лучше всего воспринимает красный и зеленый цвета. Так работает его сетчатка. Лучше, если вы будете отдавать предпочтение ярким, красным и зеленым мобилям. Бежевый трендтің басты ерекшелігі бұл минимализм мен табиғилық. Бежевый реңктегі негізгі ұстанымдары: бірінші, бұл бежевый реңктегі киімдер. Екі, үйдің интерьері, минимализм, артық заттың болмауы. Үшінші, экологиялық ойыншықтар. Дұрыс естідіңіз, экологиялық ойыншықтар. Бірақ бежевый стильдегі аналардың фанатизміне қарап, бұл бежевый ойыншықтар тек ағаштан емес, пластиктен де болуы мүмкін. End up doing this DIY, make sure to get the kind that specifically says that bonds to plastic. Once I decided which colors of spray paint to use on each part, it was go time. I originally wanted to paint the body of the tree a brown, but then I realized, you know what, I want my tree to look a little bit alive. So here I am painting an already green tree another shade of green. It gave it a very realistic Christmas tree look, which I love. The gold was way less gold than what I was thinking for the star, but I actually kind of dig the brass antique look. For the tree skirt, I used this satin color Rust-Oleum paint. When it was time to paint the ornaments, I just took some painter's tape and I covered the little ornaments. Сіздерде сұрақ болуы мүмкін, бірақ неге бежевый түс? Неге бежевый түс? Өйткені бежевый түсті ең алдымен Ким Кардашьяннан шыққан болатын. Бұған Ким Кардашьянның неге қатысы бар десеңіздер, Ким Кардашьянның интернетте бежевый үйі туралы толық видеосын табуға болады. Ол жерде ол барлық үйінің тек қана бір түсте екенін көрсеткен. Сол видеодан кейін бұл стиль барлық әлемге тарап кетті. Сонымен бежевый аналар дегендеріміз кім? Және де бұл тренд неге дәл қазір қызу талқылануда? Бежевый стиль, бежевый минимализм, бежевый эстетика. Қазір қазақстандық блогерлердің көбісін қарасаңыз, Ерке Есмаханнан бастап Әмілі Баружанға дейін бежевый түстегі киімдермен суретке түскендерін байқайтын боламыз. Әрине, бежевый түстен басқа қаншама түстер бар, қаншама реңктер бар, даже 50 оттенков бежевого деп атауға болады. Негізінде мен осы бейтарап реңк бала үшін тыныштық, жайлылық сезіндіре алатынына қатты сенімдімін. Бірақ негізінде бежевый аналар экологиялық таза ойыншықтарды қолданып, экологиялық таза ағаштан жасалған мебельдерді, жиһаздарды қолданады. Ал біздің бежевый аналар ондай емес. Біздің бежевый аналар пластикалық бежевый ойыншықтар, пластикалық біздің қоршаған ортамызға сай емес, неше түрлі керек емес бежевый реңктегі киімдер, ойыншықтар және де жиһаздар. Осының барлығын қолданады.
бежевый түс сондықтан да берген деп ойлаймын. Өйткені әр түске қараған кезде адамның миы тез шаршайды және де фокус басқа жаққа қарай өзгеріп кетеді. Ал бежевый реңкте минимализм стилінде болған кезде адамның ойы фокустай алады ұзақ уақыт және де миы шаршамайды, өйткені таза, әдемі және стильді. Мысалға, мына видеодағыдай жасыл шыршаны бежевый түске бояу. Эстетикалық жағынан бұл өте әдемі көрінеді. Бірақ бұл бежевый түс баланың ойлау тәсіліне, әлемге деген көзқарасына менің ойымша кері әсерін береді. Солай бежевый шыршаның жанында жатқан бала, бежевый ананың ойынша, ол Моцартты тыңдап, дәл осылай билеп, түрлі түсті риголардың ойына, экологиялық таза ойыншықтармен ойнап, бөренелермен ойнайды. Біз білетіндей, бұндай үйде баланың күлкісі қатты болмайды. Баланың эмоциясы дұрыстанбайды. Және де білесіздер ғой, жаңағы видеоларды көрдіңіздер. Ольга Мерейдің сторисын байқап қалдым. Ол сториста баланың манежінің үстінде бежевый түстегі ойыншықтар. Ал ол баланың көру қабілетіне, ойлау қабілетіне қатты зиян тигізеді. Өйткені бала ең алғашқы күндері ол қара мен ақты көрсе, одан кейінгі айлары қызыл мен жасыл түстерді қатты байқайтын болады. Ал жаңағы шыршаны бежевый түске бояп жатқан видео TikTokта 8 миллион қаралым жиналған. Және де басқа да заттарды бояумен осы кісі айналысқан секілді, өйткені осы кісіден кейін неше түрлі видеолар бар. Олар баскетбольный площадканы бояп жатыр, біреулері неше түрлі түстегі пирамидаларды бояп жатыр бежевый түске. Баласының барлық ойыншықтарын бежевый түске бояуды. Хотя бежевый түс дегеніміз ол экологияға зияны жоқ, экологичный ойыншықтар емес па негізі. Ал жоқ, олар бояп жатыр. Я, олар бояп жатыр. Не үшін бояп жатыр? Кішкентай бала бір кішкене ғана бір момент болса болды, ол нәрсені ауызға салуға тырысады. Және ол красканы бірден ауызға салу, бұл бежевый мамочки атауына қатты қарама-қайшы келеді. Яғни сырттай сәйкес келеді, бірақ ішін оның ешкім тексеріп жатқан жоқ қой деген оймен олар бояп жатқан секілді. Осы кезде даже логический сұрақ қайда? Оларды бұл іші бұны істеуге не итермелейді, не ынталандырады, түсініксіз. Негізінде бұл бежевый аналардың принциптері, ең о бастағы принциптері балаға улы заттардан тыйып, экологиялық заттарды беру. Мүмкін бежевый түсті таңдаған адамдар бұны байлықпен теңестіруі мүмкін. Ал түрлі түсті заттардың барлығын хаоспен, кедейлік туралы болса, ал бежевый эстетикамен байлық туралы. Ежелгі Египетте бежевый рең құдайлықтың белгісі болған екен. Онда құдайлардың барлық мүсіндері салынған. Мұндай түсті киімдерді тек жоғары дәрежелі діни қызметкерлер ғана ала алады екен. Жақында Қазақстанның блогерлерінде атақты адамдардың барлығына бірдеңе болған байқадыңыз ба? Бұрын бай адамдар ерекшелену үшін түрлі түсті киімдер киген, түрлі түсті заттар алған. Мысалға, бұрынғы интерьер естіңізде ме? Артта стенада өте әдемі үлкен. С работы мужа мы получили квартиру, а там был вот такой кухонный гарнитур. Меня, как и вас, смущает этот бордовый цвет и синий кафель. Синий кафель мы успешно обклеили самоклеющейся плиткой из Wildberries. Новую кухню, конечно же, мы не хотели. Вот и посмотрите на этот красивый, обалденный результат. Не знаю, как вам, но мне очень нравится. Көріп тұрғандарыңыздай барлық мүмкін неше түрлі түсті болған. Ал қазір барлығы бір төңкеріліп кеткен секілді. Бай интерьерлер осындай бежевый түсте, минимализм дизайнында. Ал Билл Гейтс сияқты қарапайым киіну модаға айналды. Ал ірі компаниялар шетте алғысы келмеді, олар да неше түрлі көңіл күйге сәйкес ауыса бастады. Енді минимализм мен сәнді түстер бұрынғыға қарағанда сәл қымбатырақ. Әйтеуір бір декреттік демалысты. Декретте бос отырып қалмайын, әдемі контент жасап қалайын, осы декретті пайдаланып бежевый мамочка болайын дейтін адамдар. Мен де өзім анамын. Мен де бұл тренд айналып бітпеді. Мен де баламды тек бежевый түсте киіндіре бастадым. Ең қызығы, бежевый түсте киімдердің барлығы қымбат. Мысалы, қазір Макдональдстың қазіргі баспанаға ұқсайтын білесіздер ғой, Зара бір психическая больница сияқты. Мысалы, мен көріп тұрғандарыңыздай бежевый түсті қатты жақсы көремін. Бірақ мен кішкентай кезімнен бастап, анау стенадағы кілемнің барлығын шұқылап, ол жақта жүргізіп, керек өзіме керек түстердің барлығын мен жаттап алғанмын. Ал қазір кішкентай балаларға сол түстердің барлығынан просто алып бермей жатыр. Оны не үшін екенін аналар өздері түсінбейді, тек сәнге ілесіп кетсем екен деген ой ғана. Бір қарағанда, негізінде бұл жерде ештеңе жоқ. Айтасың ба? Ладно, жарайды, түссіз. Бала өсе келе бәрібір өзі ақ түсті біліп алады. Бірақ бұның астында не жатқанын аналар әлі түсінген жоқ. Оның астарында қандай үлкен проблема бар екенін аналар әлі түсінбей жатыр, және де соны түсінбей қаншама балаларымыз қазір ЗПР, СРР деген ауруларға тап болып жатыр. Әр бала түсті білуге, түсті үйренуге міндетті. Және де баланы киіндіре аласыз стильно бір определенный бір жасқа дейін ғана. Ал ол жастан кейін бала мүмкін Спайдермен болады, немесе Халк болады. Баланың өзінің еркінде ғой. Ал кейбір аналар сол баланың жылағанын, қырсыққанын, ұнатпағанын ескермей,
өзінің қалауын ойындағы стильді ойлап алып, дәл соны балаларға киіндіреді. Және де ең маңызды сұрақ, бұндай ортада балалар тәрбиелеу дұрыс па? Ким Кардашьянның осы бір видеосына байқауға болады. Ол видеода менің үйімнің барлығы бежевый болғанмен, менің балаларымның бөлмесі бежевый емес. Ол жақта шашылып жатыр секілді сөздер айтылған болатын. Ал ол сөздердің барлығын біздің аналар бір құлақтан кіргізіп, екінші құлақтан шығарып жүрген секілді. Балалар көбіне ашық, қанық түстермен ойнаған жақсы көреді. Ал бежевый түс оларға біршама қызықсыз болуы мүмкін. Іштерін пыстырып жіберуі мүмкін. Ал үйлер жайлы айтсақ, бұндай аналардың үйлері Pinterest'тен алынған суреттер секілді. Барлығы жинақы, барлығы үйлесімді, барлығы тап-таза. Бірақ балалы үй базар демекші, балалар ойнап жүрген кезде бұндай үйді тап-таза ұстау өте қиын. Мен де Instagram желісінде осындай видеоға тап болдым. Детская площадкаға дейін бежевый түске бояп тастаған. Ең сұрақысы, бежевый аналар өздерінің балаларын площадкада ойнап жүрген кезде олардан тазалық пен ептілік және де тыныш жүруін, өздерін бір аристократтар сияқты ұстауын сұрайды балалардан. Соны требовать етеді. Бірақ достар, ұмытпайық, балалардың табиғаты ойын мен шығармашылығы екенін ұмытпайық. Бежевый аналар қазіргі заманның феномендері. Олардың стильдері әдемі, жинақы, таза, бай көрінеді және визуалды түрде қатты шабыттандырады. Бірақ баланың дамуы мен шығармашылығын ескергенде, бежевый стильдің барлық артықшылығы мен кемшілігін ескерген дұрыс. Ең бастысы, қандай стильді таңдасаңыз да, баланың бақыты мен дамуы бәрінен маңызды. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бежевый тренд сіздің өміріңізге сай келе ме? Ал достар, пікірлеріңізбен комментарийда бөлісе кетіңіздер. Бұл туралы не ойлайсыздар? Және де сіздердің көзқарастарыңыз қандай екенін мен қатты білгім келеді. Сізден сұрайтыным, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз. Және де келесі видеоларды жоғалтып алмас үшін мына жерде тұрған колокольчикті басуды ұмытпаңыз.